Небәрі 2 минуттың ішінде 5000-нан астам ағылшын сөздерін үйренгің келсе, видеоны соңына дейін қара. Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Орыс тілінде ация немесе ция деген жұрнақпен аяқталатын барлық сөздер ағылшын тілінде ation немесе шын деген жалғауларды қосу арқылы жасалынады. Мысалы, революция, revolution, традиция, tradition, информация, information, трансформация, transformation, ситуация, situation, нация, nation, акция, action, опция, option. Ал егер сия деген жалғаумен аяқталынатын болса, онда бұл ағылшын тілінде шын, S-I-O-N, шын деген жалғауды қосу арқылы жасалынады. Мысалы, профессия, profession, версия, version, миссия, mission, агрессия, aggression. Ал егер гия деген жалғаумен аяқталынатын болса, оған біз G-ді қосамыз. Мысалы, экология, ecology, косметология, cosmetology, энергия, energy. Ал енді сіздерге тапсырма. Мен айтқан келесі сөздердің барлығының ағылшынша баламасын комментарийге қалдырыңыз. Реакция, сенсация, эмоция, публикация және радиация. Егер осы сөздердің ағылшынша баламасын комментарийге қалдырсаңыз, сабақ түсінікті болды деген сөз. Сіздермен болған миссис Мадина. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Goodbye.